Саламатсыздар ма, оқушылар? Бізде математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 104 көбейтемін 4, 416 бөлемін 4 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Судың адам өміріндегі қажеттілігі. Сабақтың мақсаты бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Және тақырыпқа байланысты судың қасиеттері туралы өздерің ізденіп жазасыңдар. Су қандай түрде, қандай күйде болады, соны әңгімелейсіңдер. Балалар, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін үйренейік. Көбейтудің қалай орындалғанын қарайық. Жазамын. Бірінші көбейткіш 104. Бірліктің астында екінші көбейткіш 4. Бірліктерді көбейтемін. 4 көбейту 4 тең болады 16. Бұл 1 ондық және 6 бірлік. 6 бірліктердің астына жазамын. Ал 1 ондықты есіме сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 0 көбейту 4 тең болады 0. Ойымдағы 1 ондықты қосамын. 1 ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтемін. 1 көбейтемін 4 тең болады 4. 4-ті жүздіктердің астына жазамын. Жауабын оқимын. 416. Балалар, енді бөлудің қалай орындалғанына қарайық. Жазамын. Бөлінгіш 416, бөлгіш 4, бірінші толымсыз бөлінгіш 4 жүздік. Бөліндіде 3 цифр, жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлемін. 4 бөлемін 4 тең болады 1-ге. 1-ді бөліндіге жазамын. Ондықтарды бөлемін. 1 ондықты 4-ке бөлуге болмайды. Бөліндіге 0-ді жазамын. Бірліктерді бөлемін. 1 ондық және 6 бірлік. Бұл 16 бірлік. 16 бөлемін 4 тең болады 4. 4-ті бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын. 104. Балалар, сөз жұмбақты шешейік. Тігінен берілген сөз қарлығаш. Балалар, оқулықта берілген 3-ші тапсырманы орындайық. Комодтық кесірткенің ұзындығы 209 см. Ал қолтырауынның ұзындығы одан 3 есе артық. Қолтырауын комодтық алажабақ кесірткеден неше сантиметр ұзын? Балалар, есеп не туралы? Есептің сұрағы қандай? Есеп неше амалмен орындалады? Балалар, 4-ші тапсырма. Оқулықта берілген теңдеулерді шеш. Балалар, оқулықта берілген 3-ші тапсырманың әсін шығарамыз. Пілдің биіктігі шамамен 324 см. Ал сусыйырдың биіктігі одан 3 есе кем. Сусыйыр пілден неше сантиметрге аласа? Есеп не туралы, балалар? Есептің сұрағы қандай? Үйге тапсырма. 16-шы беттегі 6-шы есеп. Баған түрінде жаз және есепте. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа қандай мақсат қойдық? Ол мақсатқа жеттік пе? Сабақ барысында қандай қиындықтар кездесті? Ол қиындықтар енді қайталанбас үшін не істеуіміз керек? Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.